Ене ел анасы, келін үй анасы. Келін ененің айнасы. Ене үйдің тірегі, келін үйдің сәні. Ене мен келіннің арасы тыныштық болса, үйде береке бар. Келін үйдің қазынасы, ене үйдің қадағалаушысы. Ененің көз жасы, келіннің басы. Келіннің көз жасы, ененің жүрегі. Келін елдің сыйы, ене үйдің сыйы. Ененің ақылы, келіннің байлығы. Ене мен келіннің тату болуы үйдің берекесі. Ене мен келін екі жеп, бірі кеспек. Жақсы ене үйдің құты, жаман келін үйдің қыры. Жақсы ене келіннің сыны, жаман ене келіннің қысы. Ене мен келіннің арасындағы тыныштық үйдің берекесі. Ене мен келін арасындағы қақтығыстың себептері. Әрқайсысының жеке орны мен рөліне қатысты түсінбеушілік. Ене көп жағдайда өзінің үйде басты тұлға болып қала беруін қалайды, ал келін жаңа отбасы мүшесі ретінде өз орнын тауып, өз бетінше болуды қалайтындықтан кейде бұл қарым-қатынаста шиеленіс туындайды. Ененің тәрбиесі мен келіннің үй ішіндегі рөлі арасында айырмашылық болуы мүмкін. Келін өз отбасынан алған тәрбиеге сай әрекет етуі мүмкін, ал ене оны өз тәжірибесіне сүйеніп сынауы мүмкін. Егер келін енесіне құрмет көрсете алмай, оның ақылын тыңдамаса, бұл жағдай ененің ашуына тиіп, қақтығысқа әкелуі мүмкін. Ене келінінен үй шаруасын жақсы атқаруын, отбасын ұқыпты ұстауын күтуі мүмкін, ал келін осы талаптарға сай бола алмайтыны үшін ішкі қақтығыс туады. Кейде ене үйде бәрін өзі жасағысы келіп, келінге тым көп талап қояды. Бұл келіннің шаршап қажуына әкеледі. Қақтығысты шешудің жолдары. Сыйластық пен түсіністік. Ене мен келін бір-біріне құрметпен қарап, өз пікірлерін ашық әрі сабырлы түрде білдірген жағдайда қақтығыс болмауы мүмкін. Әңгімелесу және ортақ шешім табу. Екеуі де бір-бірінің көзқарастарын түсініп, келісімге келсе, бұл жағдайда оңай шешуге болады. Тәжірибе мен кеңестерді бөлісу. Ене өз тәжірибесін келініне сабырмен түсіндіріп, үй шаруасын бірге атқарса, келін көп нәрсені үйреніп, ененің ақылына сеніммен қарайтын болады. Жеке кеңістік сыйлау. Келіннің жеке өмірі мен жеке шешімдеріне құрметпен қарау, ал ененің кеңесін қажет кезінде ғана беру де қақтығысты болдырмаудың бір жолы. Қайын атамен бірлікте болу. Егер қайын ата мен ене арасында қатынас дұрыс болса, келін мен ене арасындағы түсінбеушіліктер азаяды. Тату отбасы көп жағдайда ұрпақтар арасындағы байланысты да нығайтады. Ене мен келін арасындағы қақтығыстар табиғи құбылыс болып табылады, бірақ оларды дұрыс шешу арқылы отбасының тыныштығы мен беріктігін сақтауға болады. Екеуі де бір-бірінің пікірін тыңдап, ортақ мақсатқа, яғни отбасының амандығы мен бақытын сақтау үшін бірлесіп әрекет етуі қажет.